Сіз соңғы рет гильотина қашан қолданылғанын білесіз бе? Сіз таңғаласыз, өйткені бұл оқиға соншалықты ертеде болмаған. Гильотина алғаш рет француз революциясы кезінде қолданылды. Ал оны ойлап тапқан адам дәрігер Жозеф Гильотин. Ол дәрігер және өнертапқыш бола отырып, өлім жазасына кесілген адамдардың азапсыз және жылдам өлу құқығын қорғаған. Оның айтуынша гильотина ұрлық жасаған немесе қылмыс істеген адамдар үшін басты жаза болған. Қоғамдық жағдайына қарамастан, мыңдаған адамдар жасаған қылмыстары үшін гильотинаға кесілген. Ең таңғаларлығы, гильотина соңғы рет 1977 жылы 10 қыркүйекте қолданылды. Яғни 50 жылға жетпейтін уақыт бұрын. Соңғы гильотина құрбаны Хамида Джандуби есімді қылмыскер әйел болды. Сол уақыттағы француз көшбасшыларының ойынша, гильотина ең жылдам және ең аз ауыртпалық тудыратын жаза әдісі болғандықтан, ол кеңінен қолданылған. Сіз гильотина туралы не ойлайсыз? Арнаға жазылып, лүпіл басуды ұмытпаңыз.